Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Алибекова Зарина Алибек қызы, номер 39 Хиуаз бөбекжайының тәрбиешісімін. Мен бүгін жыл мезгілдері тақырыбында оқу қызмет өткіземін. Оқу қызметімді көркем әдебиет, сурет салу, мүсіндеу және математика оқу қызметі кіріктіріліп көрсетіледі. Оқу қызметімнің мақсаты балалардың жыл мезгілдері туралы түсініктерін қалыптастыру, бекіту және жыл мезгілдерінің әр мезгілде сай табиғат ерекшеліктерін атап айтып, еске түсіру. Бұл оқу қызметінде Тай-Тай технологиясы және ТРИЗ технологиясымен жұмыстанамын. Тай-Тай технологиясы бойынша өнер орталығы мен математика орталығы жұмыс жасайды. ТРИЗ технологиясымен өнер орталығында дәстүрден тыс ағаш бейнесін суреттеуді іске асырады. Қайырлы таң, көк аспан, қайырлы таң, жер ана, қайырлы таң, достарым, аман есен болайық, бейбітшілікті қолдайық. Жарайсыздар балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Аяла. Қазір жылдың қыс мезгілі. Ақсұлтан, қыс мезгілінде неше ай бар? Қыс мезгілінің айларын аташы. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Салқын, қар жауады. Дұрыс. Қармен қандай ойындар ойнаймыз? Жазда ата ойнаймыз. Иә. Байқалар істейміз. Санамыз ойнаймыз. Жарайсыздар балалар, ертегі тыңдауға келе ме? Иә. Ендеше ертегі тыңдауға орнымызға жайғасайық. Балалар, мен сіздерге бүгін жыл мезгілдері туралы ертегі оқып беремін. Ертегіні тыңдаймыз ба? Иә. Ал ендеше ертегіні мұқият тыңдайық. Ертеде ешкі жүні бөртеде, жыл мезгілдері деген үлкен ата болыпты. Оның 4 ұлы болыпты. Төрт ұлының аттары жаз, күз, қыс, көктем деп аталыпты. Жаз, күз, қыс, олардың атасының аты жыл мезгілі екен. Шырыным, қандай тәтті қылығың, бала балапан. Айналайын тіліңнен, айналайын түріңнен, құлдыраңдап жүгірген бала балапан. Атасының бозығы, әжесінің бозығы, біздің үйдің қызығы, бала балапан. Осындай ұл бар мекен, осындай қыз бар мекен, жаным көкем, жан көкем, бала балапан. Берекесі үйімнің, мерекесі үйімнің, кілті көңіл күйімнің, бала балапан. Айналайын көзіңнен, айналайын сөзіңнен, кім бар тәтті өзіңнен, бала балапан. Тербеледі ағаштар, алдымыздан желдер, кішкентай ағаштар сүрінген өседі. Жан көкем, бала балапан. Шырағысың сенімнің, құрағысың көлімнің, қыранысың елімнің, бала балапан. Бар үмітім, тілегім, сен деп соғар жүрегім, сен деп өмір сүремін, бала балапан. Бала, оқу қызметі ұнады ма? Иә. Кімнің тапсырмасын орындадыңыз? Жыл мезгілі. Жыл мезгілінің тапсырмасын орындадық. Балалар, қыс мезгілінде не істедік Манас? Шаңдармен аққала жасадық. Шаңдармен аққала жасадық. Қыс мезгілінде бізде көктем мезгілінде не істедік? Айта бай бала. Көктем мезгілінде
көктем мезгілінің бүршіктерін ағашқа бейнеледік. Келесі бізде жаз мезгілі. Жаз мезгілінде не істедік? Ермек сазбен алманы жапырақты Ағашқа алма мен ермек сазды алманы ермек саздан, жапырақтарды ермек саздан жасадық. Ал келесі күз мезгілінде не істедік біз, Абу? жапырақтарды қағазбен жапсырдық. Есеп шығарып, жапырақтарды санап жапсырдық. Оқу қызметі ұнады ма? Иә. Ендеше бәріңіз керемет қатыстық. Рахмет сендерге. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.